Қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, керемет, бірақ жұмыртқадан жасалатын осындай котлет жасайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен картошкамызды жақсылап езіп алатын боламыз. Блендермен езсеңіздер де болады. Мен картошкамның жұмсақ болып піскен соң осындай езетінмен ездім. Езгішпен езіп, жақсылап іртігі кеткенше езіп аламыз. Сосын барып, гречкамызды бір қайнатып пісіріп алдым. Сосын салатын боламыз. Және жұмыртқамызды, бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Және тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарап сала бересіздер ғой. Өте дәмді болып шығады. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Кішкене универсал приправа салып жіберсеңіздер болады. Мінекей жақсылап барлығын біріккенше араластырып алдым. Енді манный группамызды осындайға аунататын боламыз. Манный группаға немесе сухариге аунатсаңыздар болады, аунатпасаңыздар да болады. Негізі мен манный группаға аунаттым. Сіздер аунатпасаңыздар да болады. Бұлайымжада шашылып кетпейді, сол күйде пісетін болады. Керемет дәмді болып шығады. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Балалар өте жақсы көріп жеді. Мінекей қызып тұрған тапамызға біртіндеп салып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Оп-оңай. Обедке тез жасап берсеңіздер болады. Обедке қатты қызартпай-ақ жасап берсеңіздер болады. Өйткені ішіндегісі піскен заттар нұқыл. Сәл қызартып бере берсеңіздер болады. Мінекей, сәл қызарған соң арғы бетін аударып пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Бізге өзімізге ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір рет жасап берсеңіздер, балаларыңыз екінші мәрте тағы да сұрайтын болады. Өте керемет болып шығады. Негізі сухариге аунату қажет. Мен сухари қалмаған соң осындай манный группаға аунаттым. Ол да жақсы болып шығады. Аунатпасаңыздар да болады негізі. Сол күйде пісірсеңіздер де болады. Өйткені қою ішіне жұмыртқа қосылған, ешқандай шашырамайды.